Қайырлы күн. Олимпиадалық есептерді ары қарай қарастырсақ, бүгін математикалық прогрессияда кездескен екінші есепке тоқталамыз. Бізде суретте мынандай фигура берілген. Осы фигурадағы каждый доғасы, яғни мына бөліктермен бөлініп тұрған жерлердің ұзындығы 2π бөлінген 3-ке тең екен. Және ол осындай 9 доғадан тұрады. Енді бұлардың именно центрлері арқылы қосылатын болса, бізде 6 бұрыш шығады, және оның қабырғасы 2-ке тең тұр. Бізге осы фигураның ауданы тап керек. Алдымен осыдан шығатын 6 бұрыштың салып алсақ, бізде ол мынандай 6 бұрыш, төбелері именно осы шеңберлердің центрлері арқылы өту керек екен. Өткізіп қосып шығайық. Міне осындай бізде 6 бұрыш бар. Осы 6 бұрышты пайдаланып және доғаның ұзындығын пайдаланып қазір біз есепті шығарамыз. Енді ең алдымен мына өрнектен жалпы доғаның ұзындығын тауып алсақ, ол бізде түсінікті. L тең π r альфа бөлінген 180 деген формула бар. Бұл формуланы көрсетіп шығару да қиын емес. Енді қарайық. Алдымен мен мына нәрсені тауып алайын. 180 градус көбейтемін n минус мысалы 2-ке, иә. Бұл нені білдіреді? Бұл бізде жалпы дұрыс үшбұрыштың қанша градусқа тең болатындығын. Үшбұрыш болсын, көпбұрыш. Жалпы айтқанда көпбұрыштың қанша градусқа тең болатындығын білдіреді. Енді мысалы енді 3 қоятын болсам, үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус деген нәрсе шығады. Біздің жағдайда n-нің мәні 6-ға тең. Яғни 6 бұрыштың деп тұр. 6-ны қоям, 6-тан 2-ні аламын, 180-ді көбейтем. Онда менде мынандай нәрсе шығады. 180 градус көбейтілген 4 тең 720 градус. Осы 720 градусты мен қазір аламда 6 бұрышқа қайтадан бөлсек. Өйткені менде 6 бұрыш бар. Әр бұрыш неге тең екенін табайын деп жатырмын. Ол 120 градус. Енді мына жаққа апарып орнына қоясы болады. Бізде мына өрнек, яғни доғаның ұзындығы 2π бөлінген 3-ке тең болған. Енді орнына қоямын. Пи бар, көбейтемін. R жоқ, осыны іздеп жатыр. Және альфа бұрыш бізде белгілі 120 градус дедік. Осыны бөлуім керекпін 180 градусқа. Осы тең болу керек 2π бөлінген 3-ке. Енді мына пи мен мына пиді бірден алып тастай салайық. 120 дегеніміз қысқартсақ, екеуі де 60-та бөлінеді, мұнда 2 қалады. Мұнда 3 қалады. Енді бөлімдер бірдей ғой. Онда менде мынандай өрнек қалады. 2r-ім тең болып тұр екен. 2-ке деген зат қой. Яғни r-дің мәні 1-ге тең деген сөз. Енді бұны табудың да қажеті жоқ еді, өйткені мына суреттен көріп тұр бізде 1-ге тең екендігі, мына жақ 1-ге тең екендігі, мынау 1-ге тең екендігі, мынау 1-ге тең. Себебі бізде жалпы 6 бұрыштың қабырғасының ұзындығы 2-ге тең деп айтып қойған. Енді мен толық түрде тауып кете салдым. Сонымен радиусымыз бар. Ол 1-ге тең екен. Енді осы жерден қалай есепті шығарамыз, қалай табамыз? Соған тоқталайық. Алдымен мен былай жасаймын. Мына жерде менде артық шығатын фигуралар бар. Мысалы, мен қазір мына тұрған бөлікті апарып, мына жаққа қоссам, тура солай мына бөлікті апарып, мына жаққа қоссам, тура солай мына бір бөлікті апарып, мына жаққа қоссам деген сияқты қосалам. Былайша айтқанда, менде қазір 6 бұрыштың ішінде мынандай бөліктерді қазір апарам да, мына бөлікті тұрған, мына бөлікті тұрған, және мына бөлік тұрған. Осы бөліктерді апарып, мына жақпен біріктірсем болады ғой. Былай қарай біріктіріп жіберсем. Тура солай мына жақтан да біріктіріп жіберсем. Жалпы айтқанда, мына 3 бөлік, егер де мен апарып қосатын болсам, қазір мынандай нәрсеге тең болады. Енді алдын өшірсек, бұл керек емес. Мынандай нәрсе шығады. Мынадан былай қарай қоссам, бір толық шеңберді аламын. Толық шеңберді. Енді көрттім. Мына нүктеден бөлінген. Былайша айтқанда арасы 120 градуспен бөлініп тұр. Және бұл 3 доға, яғни толық шеңберді 3-ке бөліп тұр деген сөз.
мынау соның 3/1 бөлігі. Тура солайынан менде мына жақта да 3/1 бөлік бар. Тура солай мына жақта да 3/1 бөлік бар. Былайша айтқанда мына 3 бөлік менде бір шеңберді береді дедіңіз. Сондықтан мен қазір бөлек шеңбердің ауданын табамын және алты бұрыштың ауданын табамын. Енді бірінші жағдай. Біз былай жасайық. Шеңбердің ауданын табамын. S тең бізде пи r квадрат. Яғни осы формула бойынша табамын. R-дің мәні маған белгілі. Сонда S-ім тең пи көбейтілген 1-дің квадраты. Ол бәрібір пидің өзіне тең. Мен таптым. Бұл тапқаным мына тұрған шеңберлердің ауданы. Енді ондай шеңберде менде 3 ғой. Өйткені мен мына бөлікті апарып мынаған қосайын деп тұрмын. Мына бір бөлігін. Былай қарай қосып тастаймын. Сондықтан мен бұны қазір 3-ке көбейте салайын. Менде 3 шеңбер бар деп. Онда менде 3 пи шығады. Бұны былай жазып қояйық. S шеңберлер, жалпы шеңберлердің ауданы 3 пиге тең. Және қазір артық шығатын жерлер болады. Оны көрсетемін қазір. Сонда бізде былай шығады. Мына тұрған бөлікті мына жерді апарып мынаған қосып тастадым. Былай қарай біріктіріп тастадым мына жерге. Тура солай мына бөлікті апарып мынаған былай қосып тастасам. Былай қарай. Тура солай мына бөлікті қиып аламын. Тура шеңбермен бірге тұрған осы доға бөлігімді бірақ қиып аламын. Апарып мынаған қосып тастасам. Осылай қосып тастайтын болсам, мен қазір мына бір бөліктерді мына жаққа біріктіріп сағаттым. Мына бөлік менде артық болады, мына бөлік артық болады және мына бөлік артық болады. Осы тұрған бөліктер, міне мен 1 деп қойдым, мынаны 2 деп жазайын. Осы бөлік менде артық болады және мына бөлік менде қазір артық болады. Өйткені мен оларды уже қосып есептеп тастап тұрмын мына жақта. Енді бұл үшеуінің бірге біріккендігі маған пиді береді ғой. Өйткені бұлар 120 градуспен 3-ке ғана бөлінеді. Сондықтан мен бұл үшеуін біріктіретін болсам, толық бір шеңбер табамын. Яғни мен қазір былай жазып қояйын. 3 пиден азайтып тастайын пиді. Менде 2 пи қалады. Мен 2 пидің ғана ауданын санау керек деген сөз, өйткені біреу артық деген сөз. Енді не істейміз? Енді мына 6 бұрыштың ауданын табайық. 6 бұрышымыздың ауданын табайық. Ол үшін былай жасаймыз. Қабырғалар 2-ке тең екендігін білемін. Мен қазір мына тұрған жерді тапсам болды. Және мен білемін мына төбедегі бұрыштың 120 градус екендігін. Енді мен былай жасайық. Мынаны да бөліп қояйық. 4 бұрыш қылдырып. Мынау да 2-ке тең болатын, мынау да 2-ке тең, мына жақта 2-ке тең және мына қабырғасы да 2-ке тең. Мына бұрыштың 120 екендігін білемін. Осы жерден 90 градуспен төмен түсірейін. 120-ның бұл 2-тен бөлінсе мынау 60 болатындығы түсінікті. Себебі толық 120 ғой. Яғни мына бір бөлік 60 градусқа. Сәйкесінше менде мына бөлік 30 градусқа тең. Мынау менде тікбұрыш 90 градусқа. Яғни соларды жазып шығайын. Ары қарай одан кейін есептеген оңай болады. Сонда бізде былай болды. Мына жақтағы бөлген кезде жазайық 60 градус, мына бір бөлігін 30 градус. Енді мен түсінемін, 30 градусқа қарсы жататын катет гипотенузаның жартысына тең ғой. Значит, мына жер 1-ге тең. Ол бірден түсінікті. Ары қарай Пифагор теоремасы қолдана саламын. Яғни мен мына бір бөлікті табайын деп отырмын. Қазір мына бір бөлікті былай қарай осы бөлікті табайын деп отырмын. Бұны бір АО деп аласыз. АО неге тең? Ол 2-нің квадратынан азайтылуым керек 1-дің квадраты. Осы бөлікке тең болады. Және оны мен түбірдің астына аламын. Сонда менде 4 азайту 1 түбір астында 3 шығады. Түсінікті, мына жер түбір асты 3-ке тең, мына жағында түбір асты 3-ке тең. Жалпы мысалы АБ деп белгілейтін болсам, АБ деп тұрған өрнегім 2 түбір астында 3-ке тең болады. Толық таптым. Енді просто жай ғана аудандарын тауып шығарсам болды. Бірінші, мына тұрған тікбұрыш үшбұрыштың ауданын табайын да 14 кілометр. Себебі менде ондайдан 4 үшбұрыш бар. Яғни мен не істеймін? S тікбұрыш тең катеттер бар ғой, 1 мен 3. Яғни 1 көбейту түбір астында 3
бөлінеді 2-ге тікбұрыш үшбұрыштың. Және көбейтем оны 4-ге. Себебі менде ондайдан 4 үшбұрыш. Міне біреу, екеу, үшеу, төртеу. Ал үшінші үшбұрыш, мынау төртінші үшбұрыш. Мына 4 тік төртбұрыш, 4 тік бұрышты үшбұрыш бар. 4 пен 2-ні қысқартамын, 2 қалады. Сонда менің мұнда 2 турасында 3 шығады. Сонымен үшбұрыштың ауданын таптым. Енді тік төртбұрыштың ауданын табады. Бар болсай. Ол не етеді? Ол ұзындығымен енін көбейтілсін. Значит, менде 2 турасы 3-ге көбейтеді да, бұдан 4 турасында 3 шығады. Сонымен жалпы мына тұрған 6 бұрыштың ауданы 2-нің қосындысы, яғни S жалпы десем, ол 6 турасында 3-ге тең. Сонымен есепте біз таптық. Енді қарайық. Мен бағана артық санап қойған жерлер бар ғой. Мысалы мынау артық. Себебі мен оны апарып мына жақпен біріктіріп тастадым. Мынау менде артық міне. Оны да мен біріктіріп тастадым мына жаққа. Және мынау артық менде. Осы бөлікті. Оны мен мына жаққа біріктіріп тастадым. Сонда мен S берілген фигураның ауданын табу үшін S фигура деп қояйын. Не істеймін? Алдымен 6 тығырасты 3 6 бұрыштың ауданынан азайтамын. Мына жақта менде не бар еді? Менде артық кеткен пи бар. Пиді алып тастаймын. Өйткені мына үшеуінің қосындысы менде жаңа айттым. Бір шеңберді беріп, ал шеңберіміздің ауданы пи кетем болды. Ары қарай одан бөлек менде 2 шеңбер бар. Мына бөлігі бар, мына бөлігі бар, және мына бөлігі бар. Осылардан құралса, менде 2 шеңбердің ауданы шығады. Яғни ол 2 пи. Осыған тең болады. Мен оны мына жерде жазып қойғам. Сондай есепті шығаратын болсақ, 6 тығырасында 3 қосылған пи деген біздің ізденімді жауап іздеп отқан ауданымыз шығады. Яғни есептің жауабы 6 тығырасында 3 қосылған пиге тең болатын екен. Енді сәл ұзақтау шығардық, өйткені сызбаларды салуға уақыт кетті. Түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.